Сәлеметсіздер ме, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін кокос майының пайдалы қасиеттері туралы айтамыз. Кокос майы кең таралған табиғи косметиканың бірі. Ол қымбат тұрмайды және ұзаққа жетеді. Оның басты артықшылығы әмбебаптылығы. Оны шаш, бет, дене терісіне, тұрмыста, тамақ дайындауда және медициналық мақсатта қолданады. Кокос майының пайдалы қасиеттері. Шашты ылғалдандыру. Кокос майы шашты қоректендіруге арналған табиғи құрауыш болып табылады. Жылдам дайындалатын шашқа арналған масканың жасалуына бір мысал. Кокос майын балмен араластырып 40 минутқа шашқа жағасыз, содан соң оны қарапайым су сабынмен жуып тастайсыз. Сонымен қатар әр шашуар алдында кокос майын шаштың ұшына жағу арқылы шаш ұштануын алдын алуға болады. Әжім түсуін азайтады. Ол үшін кокос майын көз айналасына жағып, жеңіл массаж жасау керек. Аяқ терісіне күтім. Кокос майы аяқ терісін жұмсартып, оны дезодорант және антисептик ретінде қолдануға болады. Ерін терісін ылғалдандыру. Кокос майы қоңыр қантпен араластыру арқылы ерінге арналған скраб дайындауға болады. Ол гигиеналық талапты ауыстыра алады. Денеге күтім жасау. Кокос майын тұзбен немесе қоңыр қантпен араластырып, оған бірнеше тамшы эфир майын тамызыңыз. Сол кезде денеге арналған скраб дайын болады. Сонымен қатар кокос майының өзін денеге арналған ылғалдандырушы сүт ретінде қолдануға болады. Күнге киюге арналған құрал. Кокос майы терінің құрғауынан сақтап, күнге тегіс күйдіреді. Макияж сүртуге де кокос майының көмегі тиеді. Ол үшін майды теріге жағып 5 минутқа қалдырасыз, содан соң сумен немесе ылғал дәкемен жуып тастайсыз. Массажға арналған май. Кокос майы керемет массажға арналған құрал болып табылады. Май тиімді ылғалдандырушы құрал ретінде әсер етеді. Былғары бұйымдарды жылтырату үшін де майды жағасыз, сол кезде оның бастапқы қалпына келгенін байқайсыз. Тағамдарды дайындау үшін өсімдік майын кокос майымен ауыстыруға болады. Сонымен қатар оны салат араластыруға зәйтүн майының орнына қолдануға болады. Пісірмелерге де кокос майын бәлішке, печеньеге және нан пісіруге де қолдануға болады. Жараны емдеу үшін де кокос майын массаж аққан жерге қышуын азайту үшін жағуға болады. Кокос майы сүйекке қажетті кальций мен магнийдің сіңуін жақсартады. Сіздерге берілген ақпарат ұнаса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген ақпараттар бар. Лайк басып пікір қалдырыңыздар.